Сәлеметсіздер ма? Мен бүгін сіздерге көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі сәукеле нанды жасап көрсетемін. Бұл нанды біз бүгін қатпарлы қамырдан жасаймыз. Бұны кәдімгідей дрожжевый қамырдан да жасай беруге болады. Бірақ та маған қатпарлы қамыр өте дәмді ұнайды, сондықтан осы наннан жасағанды жөн көрдім осы қамырдан. Бұл нан өзінің түрі де айтып тұрғандай, әр мерекелік дастарханның сәнін келтіретініне сенімдімін. Ішіне нан салып қойсаңыздар да, бауырсақ салып қойсаңыздар да болады. Мына көріп тұрғандарыңыздай ыдыс алып алсаңыздар, өздеріңізге өте оңай болады жасалу жолы, және өте бір қалыпты әдемі шығады. Бұл ыдыс Тескома фирмасынікі. Флив кезеттен мен сатып алдым. Егер де осындай жасағыларыңыз келсе, заказға жасаймыз десеңіздер, осындай сатып алғандарыңыз жөн негізінде. Міне көргендеріңіздей өте әдемі. Бұл тек қана сәукеле нанға ғана да емес, пирогтардың бетін әрлесеңіздер де өте әдемі болып тұрады. Енді мен сәукеле нанның ыдысын алюмин сияқты нержавейкадан жасауға болады. Менде қолымда жоқ болғандықтан мен картонның сыртынан фольга болмаса пергамент қағазды жапсырып жасадым. Көріп тұрғандарыңыздай іші картон, оның сыртына пергамент қағазды орадым да осылай етіп жасадым. Негізінде мен фольгадан да жасағам, ол маған қатты ұнамады, жабысып қалатын болды. Ал пергаментпен жасағаным, картонның сыртын пергаментпен орағаным маған жақсы ұнады. Жабыспайды, жақсы шығады. Көргендеріңізде әрлей бересіңіздер өздеріңіздің еріктеріңіз бойынша. Тағы да дұрыстап сіздер көріп алу үшін екінші сәукеле нанды жасайым. Тағы да дұрыстап көріп алыңыздар. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойып, пікірлеріңізді қалдырыңызға болады. Лайк басып пікір қалдыру сіздерге уақыт алмайды, ал менің каналымды дамытуға көмектеседі. Және менің жаңадан салған рецепттерімді, видеоларымды жіберіп алмас үшін қасында колокольчикті бассаңыздар, сіздерге хабарлама келіп тұрады. Міне қалған тесталарды жинап алып қайтадан илеймін. Ол ешқандай өзгермейді, жақсы шығады. Қалған нандарды жинап алып, мына көріп тұрғандарыңыздай бәрін жинаймыз да, қайтадан сәл қалыңдау етіп жайып, жан-жағына окантовкасын және әрлейтін гүлдерін жасаймыз. Міне көргендеріңіздей осылай етіп жайып аламыз. Қатты жұқа емес, қалыңдау етіп жайып кесіп аламыз да, екі бөлектен өреміз. Міне көргендеріңіздей осылай өріп, жұмыртқаны жағып жіберіп, сонымен жанына жапсырамыз. Жұмыртқа жаққан кезде астына ол жабысып қалады. Қолымызбен дұрыстап жібереміз. Енді қалғанын сәл жұқартамыз да, әрлейтін оюларын жаямыз. Кесеміз. Менде мынандай формалар бар, сонымен мен гүлдер жасадым және жүрекше жасадым.
маған қыз ұзатуға жасау керек болды. Содан кейін жүрекше жасадым. Егер де өздеріңіздің жай қонақтық, жай мерекелік дастарханға жасайтын болсаңыздар, гүл жасап қана әрлеулеріңізге болады. Болмаса басқа өздеріңіздің еріктеріңізбен не жасағыларыңыз келеді, әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Тіпті жасамасаңыздар да ол өте әдемі болып көрінеді. Енді жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Бәр жеріне дұрыстап жағып шығуымыз керек. Егер де біз ала жағатын болсақ, піскен кезде де біздің нанымыз ала болып шығады. Бұл мезгілде біз духовкамызды 180-190 градусқа қойып қоямыз, пока духовкамыз қыза береді. Және менде видеода түспей қалған, осы жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін кунжутпен, болмаса макпен, қара кунжутпен әрлеулеріңізге болады. Мен кунжут септім, бірақ та кунжутпен мен макты араластырып септім. Ол жерім түспей қалған, басында есімнен шығып кетіп, соңынан септім. Міне фотода көргендеріңіздей осылай етіп әрледім мен кунжутпен және мак араласқан. Міне біздің нанымыз 30 минуттардай уақытта пісіп шықты. Сіздер де жасаңыздар, көріп тұрғандарыңызда еш қиындығы жоқ. Ал қатпарлы қамырдың рецептісі менің осы YouTube каналымда бар. Сіздерге астына описаниясын жазып кетемін. Болмаса дүкеннен сатып алып та қатпарлы қамырмен жасай берулеріңізге болады. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей үміткен. Жасаңыздар. Әр мерекелік дастарханның сәнін келтіретініне сенімдімін. Ал егерге заказға жасайтын болсаңыздар, тіптен керемет.